Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі сабақта сіздермен LScience сайтынан IP-ға талон және уведомление алуды үйренетін боламыз. Ол үшін LScience сайтына Google-дан мінекей жазып өтеміз. Шыққан ең алғашқы Қазақстан Республикасының электрондық лицензиялау деп тұрған міне ссылка бойынша басып өтеміз. Біз бұл LScience сайтына алдағы уақытта тіркеліп өткен болатынбыз. Енді тіркелуге тоқталмаймын сізге. Тіркелу жалпы қиын емес. Мына регистрация батырмасын басып, өзіңіздің логиндарыңызды, иіндарыңызды жазып, регистрация өтесіздер. Тек бұл жерде айта кететін жайт, парольді қиындатылған болу керек. Міндетті түрде үлкен әріп, кіші әріп, сандар және знактар болу керек. Қиындатылған пароль болу керек. Сол кезде сіз тіркеуден тез өтесіздер. Енді біз тіркеуді өткенбіз, оның қиындығы жоқ. Біз қазір өзіміздің кабинетке кіреміз. Войти, логин, пароль дегенді басамыз. Және өзіміздің иінімізді жазамыз мұнда. Иінді жаздық. Енді өзіміздің тіркелу кезінде жазған паролімізді мына жазайық. Қиындатылған пароль. Войти-ді басамыз. Файлы система. Біз өзіміздің ECP ключ тауып аламыз. Рабочий столдан. Аутты таңдап, ECP ключтің паролін жазамыз. Аты жөнінің үстінен басамыз, сосын подписать. Мінекей, сайтқа өттік, кірдік кабинетке. Енді біз уведомление талон алу керекпіз. IP-ның личный кабинет. История заявленной полученных услуг. Үстінен басамыз. И уведомлениені басамыз үстінен мінекей. Астына түсеміз де. Міне. Мынау поисковиктің үстінен басамыз. Бастық, мына жерде көріп тұрғандай скачать уведомление деп тұр. Қазақшасын және орысшасын екі тілде де жазуға болады. Қазақшасын жазамыз. Міне астына жазылды. Бізге талон керек. Талонды қазақшасын жазып аламыз. Және бұны рабочий кабинетке арнайы папкаға сақтап қойсаңыздар болады. IP-ның құжаттарын. Не кірсеңіздер осылай уведомление. Мынау талон. Көріп тұрғандай. Бұл талон уведомление бізге кез келген IP-ның құжаттарын кез келген орыннан сұрату мүмкін. Біз қазіргі таңда печать жасауға керек болып жатыр. Сондықтан бұны жазып алдық. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып кетіңіздер. Өздеріңізге керекті видеоларды алу үшін комментарий жазып кетсеңіздер болады. Біз сіздерге сол видеоларды түсіріп отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тағы да пайдалы, жақсы видеолар салып отырамыз. Сау болыңыздар.